Сәлем достар. Қытайлар капустаны осылай пластиктен жасап бізге сатып жүр екен. Бұл не сұмдық? Капуста ғана емес, күрішті де солай пластиктен жасап өздері жемейді. Бірақ біз бұның өтірік күріш екенін білмей күнде сатып алып жеп жүрміз. Интернеттен дәл осындай видеоларды көп көрген шығарсыздар. Атың шықпаса жер өрте демекші, кейбір пабликтер хайп қою мақсатында өтірік ақпарат тарата береді ғой. Онда мына өтірік капуста мен күрішті не үшін жасап жатыр? Қазір барлығын айтып беремін. Сәлем, мен Диана Кю. Біз жеп жүрген тамақтарымыз жайлы шындық пен сұмдық теориялардың екінші бөлімін бастаймыз. Фруктылары тіріле бастады ма? Неге адамдар біреуден қалған микробқа толы сағызды шайнап жүр? Кіші тарелкте не үшін қытайлар жұмыртқа пісіріп жатыр? Крисаны қай ресторанды қуырып беріп жүр? Ет жемейтіндерді, яғни вегандарды алдайтын Диснейдің рестораны. Ескертемін, бұл роликті ештеңе жемей көріңіздер. Негізі бұл капуста мен күріштің дәл осылай арнайы пластиктен жасалатыны рас, бірақ жеу үшін емес, декоративті заттар үшін. Мысалы, мынандай өтірік тамақтар сияқты. Немесе жай ғана ойыншықтар ретінде. Әртүрлі балалардың фрукты және көкөністер формаларындағы ойыншықтары бар ғой, дәл соларды жасау үшін. Қытайлар сондай ойыншықтарды қалай жасайтынын біз үшін арнайы камераға түсіріп бөлісіп отырады да, бірақ ойбай, хайп керек деп қалған жұрттегінің бәріне сене бермеңіздер. Біз жақсы көретін KFC фастфуд рестораны. Олардың 2015 жылдағы чикенді реклама жасағаны осындай. Көріп мұрнымызға чикеннің иісі келіп, жегіміз келіп кетеді, иә? Бірақ шын өмірде бергендері осы. Иә, мынау қуырылған криса. Деварайз аты жігіт Лос-Анджелестегі KFC ресторандарының біріне келіп чикен заказ береді. Бірақ сол чикенді тістегенде крисаны пакетке салып, KFC-дегі менеджерге көрсетіп, мынау крисама не бол деп сұраса, менеджер жоқ деп те ақталуға тырыспай, кешіріңіз, бұл криса деген екен. Тек бұл ғана емес, Макдональдста тауықтың басын қуырып берген кезде болған. Найдена жареная голова курицы. Там действительно видно клюв и гребешок, торчащий из панировки над головой. Бұл тауықтың басын алған қыз да менеджерге барып, не бол деп сұраса, оған екі вариантыңыз бар депті. Біріншісі ақшасын қайтарып береміз, ал екіншісі басқа чикенді тегін пісіріп береміз. Бірақ қыз рахмет, екеуі де керек емес деп кетіп қалыпты. Крисаға қайтан оралайық. Крисаны алған жігіт KFC-ді сотқа береді. Бірақ KFC компанияның өзі біз не болған толық білгіміз келеді. Бізбен сөйлесе аласыз ба дегенде, ештеңе айтпаймын деп отказ беріп отырған екен. Кейін өзі криса чикеннен тест ДНК жасаса, ол ешқандай да криса емес, шынымен де тауық еті, яғни чикен болып шықты. Енді бұл жағдайда екі теория бар. Біріншісі, KFC компаниясы тест жасаған лабораторияға тауықтың еті деп жауап шығару үшін ақша берген болуы мүмкін, немесе мына жігіттің өзі өтірік алдап сотқа беріп ақша тапқысы келген. Бірақ енді кім білсін, иә? Мына жерде адамдар басқа біреулердің жабыстырып кеткен сағыздарын жалап, шайнап жүр. Неге? Бұл сағызға толы дуал Америкадағы Сиэтл қаласында орналасқан. 1990 жылдан бері адамдар келіп шайнаған сағызын жабыстырып кетеді де, оған басқа адамдар келіп сол шайналған сағыздарды жалап немесе шайнап жүреді. Бұл сондай бір дәстүр, ритуал болып кеткен екен. Бұл сағызға толы дуал қалай пайда болды десеңіздер, сол 90-шы жылдары адамдар театрдың алдында сағаттап кезек күтіп тұрғанда, не істерін білмей аузындағы сағыздарын дуалға жабыстыра беріпті. Сол кезден бері бұл дуалға сағыз жабыстыру ритуал болып кетіпті. Бірақ 2015 жылы дуалды толықтай тазалап шығып еді, алайда где-то бір аптаның ішінде адамдар қайтадан оны сағызға толтырып тастады. Мейлі жабыстыра берші, мақұл, қызық ретінде болатын шығар, бір басқаша көріну үшін. Бірақ енді оны жалап, тем более шайнаудың не қажеті бар, иә? Сіздер ше біреуден қалған сағызды шайнайтын беріңіздер. Мына видеода адамдар жұмыртқаны дәмді екен деп жеп жатыр, бірақ оларды, яғни жұмыртқаларды кішкентай ұл балдардың кіші дәретіне пісірген. Иә, сіздер жеп көргенсіздер ме? Оларды еще базарда сатады ғой. Қытайлықтардың ойы бойынша бұндай ұл балдардың бір жерінен шыққан судағы пісірілген жұмыртқа емдік қасиетке ие болады екен. Егер бұл жұмыртқаны жесеңіздер, бастарыңыздан күн өтпейді.
Араларыңызда ақ шоколадты жақсы көретіндер бар ма? Дайын болыңыздар, именно сіздерді кішкене ренжітейін деп тұрмын. Өйткені ақ шоколад ешқандай да шоколад емес. Ақ шоколадта просто ешқандай да шоколад жоқ. Оны тек кокостың майынан жасайды. Одан бөлек ваниль мен шекер болады. Болды. Өйткені әлемде ақ шоколад мүлде жоқ. Тек қара шоколад бар, болды. Сонда сіз ақ шоколад жеп жатқаныңызда шоколад емес, просто әрдеңелердің қосындысын жеп жатасыз, болды. Маған негізі бұрыннан ақ шоколад ұнамаған. Оның дәмі біртүрлі болып түйілетін еді, сөйтсем сезген екенмін ғой. Қазір сіздерге Диснейлендтердің бірі, бірақ мүлде аттракционы жоқ. Иә, мүлде аттракционы жоқ, ойнайтын жері жоқ. Диснейлендте бар екен. Оның аты Disney Spring. Сонда не бар ол жақта десеңіздер, шопинг жасайтын бутиктер мен ресторандар ғана бар. Америкада орналасқан. Бір күні дәл сол паркке күйеуі мен әйелі бірге келеді. Екеуі де әбден шопинг жасап болған соң веганский ресторанға келеді. Вегандардың кім екенін білесіздер, иә? Олар тек ет жемейтін ғана емес, жануардан не шықса соның барлығын жемейді. Мысалы, сүт, айран, творог, барлығы. Ресторан веганский болса да, әйел заказ берген тамағымда шынымен де сүт өнімдері жоқ па деп официанттар